Бәріңізге сәлем. Біз алдыңғы сабақта Enterpoint жайлы айтқан боламыз, якорный точка жайлы. Енді бүгінгі сабақта біз текстке анимация жасауды үйренеміз. Оның неше түрлі варианттарын қарастыратын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетулеріңді сұраймын. Олай болса бастайық. Біз текстімізге барып, сол жағындағы осы стрелкеге бассақ, және transform деген ішін ашсақ, бізде position, scale, rotation, opacity деген менюлар бар. Олар дегеніміз не? Мысалы, position дегеніміз positionның стандартный координаты 960 және 540. 960x бойынша жылжиды, y 540 y бойынша астыға үстіге. Scale ол бізде масштаб. Rotation поворот, айналдыруға болады осылай. Opacity дегеніміз непрозрачность. 100% ол 100% жаңағыдай көрініп тұрады, ал 0 қылсақ 100% прозрачный болады. Олай болса анимациямызға кірсек, ең алдымен позиция бойынша анимация жасап көреміз. Ол үшін біз бірінші секундқа ползунокты қойып, позишнның сол жағындағы сағатқа бассақ, бізде осындай точка пайда болады. Ол дегеніміз бірінші секундта біздің текстіміздің позициясы осы жер деген сөз. Егер 0-ші секундқа барып біз x бойынша оңға жылжытамыз, сол кезде біз анимацияны қоссақ, бізде осындай анимация пайда болады. Солдан оңға қарай өзінің алғашқы позициясына келеді бірінші секундта. Осылай. Егер де осы жерге әкеліп тұрып, y бойынша қозғасақ, бізде анимация былай болады. Және де бізде екі осы ключіміздің арасы жақын болса, мысалы жақындатып қояйық, анимация тез болады. Егер біз оны алып 5-ші секундқа қойып қойсақ, міне 5-ші секундқа анимациямыз жай болады. Енді осы scale бойынша анимация жасайық. Ол үшін біз позициядағы ключтарды өшіріп тастауымыз керек. Ол үшін біз shift-ті басып тұрып, осы ключтің үстіне басамыз. Сол кезде бүкіл қанша ключ мына жерге қойылды, соның барлығы жоғалып кетеді. Енді scale бойынша жасаймыз. Scale бойынша жасағанда Enterpoint-тың бізге әсері бар. Ол қандай десеңіз, біз текстке барамыз. Enterpoint бізде центрде тұр, оны біз мысалы кез келген жерге қояйық. Мысалы астыға түсіріп қояйық, Енді біз анимация жасайтын болсақ, біздің анимациямыз тікелей осы Enterpoint-қа қатысты болады. Қараңыз. Мысалы, кішірейтсек, текстіміз Enterpoint-қа қарай кішіреді. Және де Enterpoint-ті басқа жерге қояйық, мысалы. Тексттің шетіне қойсақ, осы Enterpoint-қа байланысты анимация жасалынады. Бізде центрге қойсақ, ол центрден шығады. Осылай. Мысалы, көрсетіп жіберейін. Бірінші секундта біздің текстіміздің көлемі және де орналасуы осы центрде болады. Scale-ге точка қоямыз, ключ қоямыз. 0-ші секундқа қарамыз, мынаны 0 қыламыз. 0. Сол кезде 0-ші секундта текст жоқ. Бірінші секундта, 1 секундқа келгенде текст жаңағы өзінің бастапқы положениесіне келеді. Осылай. Және осындай байланысып тұрған шынжыр бар. Оны алып тастасақ, мысалы, текстті осылай анимация жасауымызға болады. Мысалы, бірінші секундта 100 болады, ол 0-ші секундта 0 болады. Осылай жасау болады. Және керісінше, мынау 100 болады, 0 болады. Осылай істеуге болады. Rotation бойынша да, ол тоже Enterpoint-қа қатысы бар. Enterpoint-ті алып, біз осы жерге қойып қойсақ, Rotation менюін қозғасақ, біз мысалы 180 градустан 0 градусқа келеді осылай. Enterpoint центрде болса,
бірінші секунд 9 болса, 0 секунд 180 дейік, 180 градусқа айналады. Осылай болады. Opacity бойынша мысалы 100% 1 секундта, 0% 0 секундта. Осылай. Немесе ротейшнның анимациясын алып тастайық, осылай қояйық. 3 секундқа қойсақ, жай шығады. Бұл сабақта біз текстке анимация жасауды үйрендік. Келесі сабақта кездескенше.